Деструктивті діни ағым мүшелерінің портреті. Бірінші, сыртқы көрінісіндегі өзгерістер. Ретсіз сақал өсіру, шалбардың балақтарын тобық үстіне дейін қысқартады, немесе манжетті спорттық шалбар киеді. Киім кию үлгісі кейбір ағымдарда араб мәдениетіне сәйкес келеді. Әйел қыздары бір түсті қара, сұр жамылғылар кию немесе тұмшалану. Екінші, сөздеріндегі өзгерістер. Арабша терминдерді ахи, ухти, бидағат, жахил, әузубиллах, астафираллах тағы басқаларды жиі қолдану. Ислам терминдерінде жихад, кәфір, хижра тағы басқаларын өздерінің көзқарастарына сәйкес анықтама беру арқылы түпкі мағыналарын бұрмалайды. Үшінші, есімін өзгерту. Өзінің негізгі атынан бөлек куня, яғни діни лақап, Абдуллах, Сейфуллах, Салахаддин, Халид, Хамза және де тағы басқа есімдермен таныстырады. Төртінші, намаз құлшылығын орындаудағы өзгешеліктер. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының ресми ұстанымы ханафи мазхабында құпталмаған. Аяқтарының арасын алшақ қою, қолдарын көкірек тұсына байлау, жиі тәкбір алу, әмин дұғасын жария түрде айту, дұғадан кейін бет сипамау, тәсбih тартуда бидғат санау, сүннет амалдарды мешітте орындамау, жамағаттың намаз оқуына кедергі келтіру, дәрет алу барысында шұлыққа мәсік тарту және де тағы басқалары. Бесінші, мінезінің өзгеруі. Агрессияға бейім болады. Өзінің көзқарасын құптамайтын адамдармен сөз таластырып, жанжалдасады. Тіпті осы мәселеде отбасы мүшелері, туған туыстармен қарым-қатынасы бұзылады. Кей жағдайларда қоғамнан оқшауланады. Зайырлық қағидаттарын ескермейді. Алтыншы, ақпараттық алаңның өзгеруі. Радио, теледидар, газет-журнал секілді ақпарат көздерін қарауды қояды. Тек ғаламтордан өздерінің көзқарастарына сәйкес келетін діни уағыздарды ғана тыңдайды. Жетінші, музыкадан бас тарту. Рок, поп, джаз секілді музыкаларды қоспағанда дәстүрлі патриоттық әндердің өзін тыңдауды харамға шығарады. Домбыра, қобыз тағы басқа музыкалық аспаптарды қолданбайды. Тек нашидтер, діни әуендерді тыңдайды. Деструктивті діни ағым жақтастары дәстүрлі дінге, халықтың салт дәстүріне, тарихына, мәдениетіне қарсы пікір білдіреді. Мысалы, келіннің сәлем салуы мен беташар рәсімін өткізуге, киелі, тарихи орындарды зиярат етуге, қайтыс болғандарға құран бағыштауды күнә деп санап, ширк, бидғат секілді әртүрлі айыптаулар тағады. Жоғарыдағы біз санамалап өткен ерекшеліктердің барлығы да деструктивті діни ағым жақтаушыларының негізгі белгілері болып табылады.